Сәлем достар, бастамас бұрын ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біз сіздермен үй жағдайында тіс ауруын басатын әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламыз. Тіс ауруы күтпеген кезде келетін қонақ. Бұл мәселе сіз үшін бейтаныс болуы мүмкін. Алайда тіс адамның ең жанды жері. Бұл жағдайды түзетіп, қорқынышты сезімнен қалай арылуға болады? Біз сіздерге әдіс-тәсілдерімізді үй жағдайында тіс ауруын қалай басу керектігін барлығын ашық айтатын боламыз. Тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз, тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды уатып тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз. Мақта тығынын самырсын майына жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл етке 10-15 минут басып, 1,5-2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз, нәтижесін көресіз. Тіс ауруына құтылуға бас бармақпен сұқ саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі. Массажды тіс ауру аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз. Әрекетті 5 минут сайын жасап тұру керек. Ауруды жеңілдету үшін де белгілі бір нүктеге массаж жасау арқылы да көмектеседі. Жоғарғы еріннің үстіндегі нүктені тауып, бір қалыпты массаж жасау арқылы ауруды басуға болады. Ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кесектерін бетіңізге басу да көмектеседі. 5-6 тамшы йод пен 1 қасық тұзды алып, оны 1 стакан суда ерітіп, ауру тісіңізді шайыңыз. Ауруға қарсы көмекшілердің бірі шүйгін шөп тұнбасы мен компорт спирті. Оның тұнбаларын бірнеше шайылған мақтаны тісіңізге бассаңыз, ауруды тежейді. Әрине, тісіміздің саулығын күтіп, тіс дәрігерінің қабылдауына жиі болуымыз керек. Алайда, ауру айтып келмейді ғой. Сондай кезде не істеу керектігін енді сіз білесіз. Достар, біздің каналымыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта біз сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз.